Сәлеметсіздер ма, тағы да мен TikTok көрермендерім. Жаңағы мантының жасалу жолын көрсетемін сіздерге. Түйу жолын үйренем деген қыздар болса, міне тестамыз жаңағы. Қазір. Сіздерге көрінеді ме екен? Көрініп тұр деп. Енді менде бұның ішіне салмасын салатын өзімнің специально мынандай қасығым бар. Мен осымен тура салам, мантыларым тура шығады. Енді примерно өздеріңіз мөлшерлейсіздер. Енді үйге жасауға, енді сатам деп атқан қыздар болса, енді мөлшерлеп енді көресіздер енді. Міне, осындай салмада бір қасық салма салам. Салма саламыз. Енді қыздар қараңыздар. Міне, мына жақ бетін бұлайнан кіргізіп аламыз ішіне. Көріп тұрмас сіздерге. Міне, осылай кіргіземіз. Сосын кейін мынаны бір қолмен фаршты итеріп отыру керек ішіне. Мына жағын былай. Міне, бүйтіп. Фаршты итеріп отырасыздар. Міне, сіздерге қалай көрсетсем болады. Міне, осылай. Енді қазір мантыны қараңыздар. Міне, мантының өрілгені. Көрдіңіздер ма? Мен сіздерге айтарым, егерде сіздер күнделікті үйде кәдімгі обычный тестаны түйіп үйреніңіздер. Обычный тестаны алып, сонда жақсы тезірек үйренесіздер. Мысалы, обычный теста ал дедік. Мынау теста, міне. Осы тестаның ішінде ешқандай салма жоқ. Салмасыз, егер сіз бұны үйренем деп салманы салып барып үйренем десеңіз, сіз қазір оны үйрене алмай қалсаңыз, біріншіден тестаңыз дұрыс шықпай, жаңа түйілгеніңіз дұрыс шықпай қалады. Екіншіден тестаңыз келесі жолғы ештемеге жарамай қалады. Бұлғанады ғой, фарш болады дегендей. Сол үшін қыздар, мынаны былай істейсіздер, не? Пустой тестаны түйіп үйреніңіздер. Міне ішіне былай кіргізесіздер қолдарыңызды. Міне, одан кейін бір жағын былай бүгесіздер, не? Міне осылай. Осылай. Екі жағын кезек-кезек битіп алып отырасыздар. Кезек-кезек жинап отырасыздар ғой. Енді бұның ішінде салма жоқ болғаннан кейін бұл осындай болып нетіп шығып тұр, міне. Осылай пустой тестаны үйреніңіздер. Міне, пустой тестаны осып үйренесіздер. Екеуінің де мынаның ішінде салмасы бар, міне. Мынаның ішінде салмасы жоқ. Көрдіңіздер ма? Осылай пустой тестаны түйіп үйреніңіздер. Тағы да қазір көрсетемін тағы бір жол.